Сәнді тақия тігіп алуды қалаған жандар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздер Шебе Перизат арнасындасыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Байқаған болсаңыздар, соңғы кезде сәнді осындай этно-стиль өте трендте болып жатыр, және де сұранысқа ие. Ал сіздер каналға тіркеліп ала беріңіздер. Біз осы тақияның тігілу жолымен сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Ең алдымен бізге қажетті материалдар, ол фетр матасы, бұл негізгі ортасында ұстап тұратын основа болады, және де велюр, барқыт, өздеріңіз қалаған маталарыңызды алсаңыздар болады. Нақты велюр болу шарт емес, және де астар, ХБ матасын алдым мен, нақтысын айтқанда, және менің матам жұмсақ, созылғыш, өз формасын жақсы ұстап тұрмайды, сондықтан бұған мен дублерин жабыстыратын боламын. Ал менің дублериным ең жұқа түрі, өте жұмсақ. Дублерин дегеніміз, бұл бір жағында клей бар, бір жағы осындай бір тектес мата. Матаның формасын қаттырақ ұстап тұру үшін жасалған осындай бір көмекші құрал. Материалдың түрі. Ең алдымен бізге осындай шеңбер керек. Бұл өлшем негізінен 5-6 жасар қыздың басына арналған 50 см. Ал төбесі радиусы 9 см осындай шеңбер сызып аламыз. Және де оның ортасынан шетінен айналдыра өлшеген кезде өзі 50 см өлшеп алғаннан кейін выточканың орны шығады. Ал менде выточка 9 см радиус болған кезде 6 см шықты. Осы 6 сантиметрді қиып алып тастаймыз. Сол кезде біздің тақиямыздың төбесі кішкене конус тәрізді болып көтеріліп тұратын болады. Ал негізгі мата велюрді және де астардан тігіске 1 сантиметр қалдыра отырып, осыдан тігіп алатын боламыз. Ал енді жанына келетін болсақ, мен А3 фетр матасын қолдандым, сондықтан оның ұзындығы жетпей қалды, екі бөлшек алуға тура келді. Ұзындығы мен бас айналымы қызымның 50 см болғандықтан дәл 50 см алдым. Басын айналымын өлшеп аласыздар да, сол айналым бойынша тақияны тіге бересіздер. Себебі мен зигзагпен тігетін боламын, сондықтан ешқандай тігіске қалдырған жоқпын фетрден. Оның үстіне ол қалың болып кетеді. Ал велюр матасына келетін болсақ, оны тіккен кезде 1 см тігіске қалдырамыз. Сондықтан 52 см, ал ұзындығы 8 см, 7,5-8 см болды ені. Ал менің фетрімнің ені 6 см, жанының ені. 5-6 жасар қыз үшін бұл өлшем өте әдемі өлшем болып табылады. Шетіне осындай фетрдің шетінен тігіске 0,5-0,5 қалдырсаңыздар жетеді. Енді біз негізгі матадан жаңағы біздің төбесінің дәл соның астар матасынан қиып алатын боламыз. Және де жанының да дәл осылай жолақша сызып аламыз. Бұл бізде жаны болады тақиямыздың. Енді жаңағы жоғары айтып кеткендей 6 см выточканы қиып алып тастаймыз. Сол кезде конус тәрізді болып осындай болып шығады біздің тақиямыз. Ең алдымен дәл осы қиып алған формамызды негізгі матамызға және астар матамызға ешқандай тігіске қалдырмастан қалай бар дәл солай көшіріп аламыз. Себебі ол жерде тігіске қалдырудың қажеті жоқ. Осы белгілеп алған жерлерімізді кейін тігіп аламыз. Енді негізгі бөлшектерді қосуға кірсеміз, ең алдымен жанындағы осы екі жолақшаны бір-біріне қосып,
жандарын тігіп аламыз. Мен зигзагпен тігіп алдым. Мінекей ол дайын. Енді төбе бөлігін тігіп аламыз. Оны да дәл осылай шетінен бастап төбеге қарай тігеміз. Егер де сіздер үкі таққыларыңыз келетін болса, онда жоғарғы 1,5 сантиметр қалдырып тікпейсіздер, ашық қалдырасыздар. Ол деген жаңағыдай кейін үкіні қондыруға ыңғайлы. Мен ешқандай да үкі тікпеймін, тастар тігетін боламын. Сондықтан ешқандай да саңылау қалдырмай осылай түгел тігіп шықтым. Ең алдымен тігіс пен тігісті осылай бір-біріне жақындата отырып зигзагпен тігіп аламыз. Егер сіздің өлшемдеріңіз дәлме-дәл келетін болса, ешқандай да артық қалмай, дәл осылай әп-әдемі болып бір-біріне отырғызылады. Енді мінекей бүйрер матасына дублиренді жапсырып алдық. Сөйтіп, жаңағы выточканың орнын сол тігіс бойынша, сызып алғанымыз бойынша тігіс жүргіземіз. Артық матасын қиып тастап, ол жерлерді үтіктеп аламыз. Жанында дәл солай. Жалпы тақия тігудің әдістері өте көп. Мен қазір осы әдіс бойынша тігіп жатырмын. Алла қаласа сіздерге тағы да екінші ерлердің тақиясын тігудің әдісімен бөлісетін боламын. Сол үшін каналымнан алыстамай тіркеліп алыңыздар. Тігісімізді жалғастырамыз. Осылай тігісі мен тігісін бір-біріне беттестіре отырып, көктеп алған дұрыс болады. Ең алдымен, өйткені шеңберді қондыру кішкене қиындау болады. Бір жеріне көп, бір жеріне аз кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші көктеп алып, одан кейін барып тіксеңіздер, тақияларыңыз осындай ұқыпты болып шығады. Егер де оюлар, тағы да бір тастар тігетін болсаңыздар, дәл осылай тұрған кезінде тігіп алғандарыңыз дұрыс болады. Астарын әлі қоспай тұрып. Менде тек моншақтар тігетін болғандықтан ешқандайды қазір тікпеймін. Бірден соны қараңыздар. Енді біз астарын теріс қараған күйі оң жағынан тақиямызды қаптадық. Сөйтеміз де оны тігістерін тігіп шығамыз. Ал тіккен кезде түгел тігіп тастамаймыз. 5-6 сантиметр аударуға қалдырамыз тікпей. Мінекей, тікпей осы ашық тұрған жерден оң жағына аударып аламыз. Сол кезде оп-оңай тігістердің бәрі іште қалады. Енді тек осы ашық қалған жерді ғана тігіп алсаңыздар болды. Жалпы тақия тігудің айтып өткеніме тәсілдері көп. Оның қатты болып тұратыны бар, және де ерлерге арналғаны бар. Менің тігіп жатқан тақиям бұл жаздық тақия, және де күнделікті киюге арналған ыңғайлы тақия болып табылады. Жалпы осы технология бойынша да жасауға болады басқа тақияларды, бірақ та менің тақиям қазір материалдары жұмсақ болғандықтан кішкене формасын жақсы ұстамайды. Мінекей, біздің тақиямыз дайын. Бары осы, енді қалағанымызша ары қарай сәндей береміз. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарияға пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Әлі каналымда қонақ болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мен өте қатты қуанып қаламын, өйткені еңбегімді бағалағандарыңызға мен шабыттанамын. Келесі видеолар жіберіп алмаңыздар. Ассаляму алейкум.